Біз бүгін өмірімізде бірінші рет қазақ грилден заказ бердік. Енді бізге ұнайды деген ойдамыз, өйткені мен өзім әлі жеп көрмедім, жеп көрген осым бар. Қазір келді, 6-7 адамға жетеді дейді. Анпак жасап көрейік келді. Құтты негізі білесің ба, осы жақтағылар сорпаға салып ішеді, білесің ба? Мынау сорпа дейді, етке, сорпа бетке. Фольга, не үшін фольга қорайды? Ысытты ұстап. Ол іштегі температураны сыртқа шығармайды, не сырттағы температура ішке келеді. Дәл сондай сорпа. Енді самый главный мынау. Иш бармақ. Гордость казахской кухни. Сила и энергия настоящих батыров. Ашыватыр. Ай, Мынадан отказ беріп көр ғой енді. Мынаны жесең де арманда, жемесең де арманда болды ғой. Тамағын беріп жіберейін ба? Астында тамақ. Нан. Қазақ гриль Алматы бұл. Алматы қаласы бойынша доставкілері бар. Ертерек заказ бересіз, потому что бұлар сіздерге арнайлап пісіреді. 2 сағаттың ішінде кәдімгі жақсылап пісіреді деп сіздерге жібереді. Бүгін отбасымызбен осы жерден тамақтанатын боламыз. Көп рахмет, бүгін айнада отпуск болды.